Мен бүгін көп адамдардың қорқынышы жайлы айтқым келіп тұр. Мысалы, ерлі зайыпты қарым-қатынастарда болады бұл. Мысалы, ер адам әйелінің табысты болып кеткеннен қорқады, себебі ол айтады, табысты болып кетсе, бұл мені тастап кетеді деп қорқады. Немесе әйел адам қорқады отағасының байып кетуінен. Ертең байып кетсе, бұл мені менсінбей кетеді, екінші әйел аламын деп айтады деген сияқты. Бұл осындай ойдың, осындай қорқыныштың өзі ол семьяның табысты берекелі болуына, олардың табысының артуына өте көп кедергісін келтіреді. Бұл бір блок, бұл бір установка десек болады, И как будто бы адамдар өздерін бір тек қана табыссыз, ақшасы жоқ, қалай айтсам екен, бір зависимый адамға ғана, проблемалы адамға ғана лайық көретін сияқты. Түсіндіңіздер ме? Яғни ол өзін қарым-қатынаста тек қана ақшасыз, табыссыз, төмен табыс табатын адамға ғана лайық көреді. Біріншіден. Екіншіден, олар всегда табысты адамдарды, яғни ақшасы бар адамдарды тәкаппар, өзгені менсінбейтін, бұзылған деп ойлайды. Яғни ақша адамды бұзады деп ойлайды. Бұл не нәрсені көрсетеді, что бұл отбасылық қарым-қатынаста изначально, наверное, бейсаналы түрде бір-біріне доверие жоқ. Понимаете? Яғни олар бір-бірлерін тек қана мәжбүрліктен бір-бірімізге тәуелдіміз деп ойлайды. Ақшамыз жоқ болғаннан ғана еріксіз бірге жүрміз. Немесе мен тек ақшасы жоқ адамның ғана махаббатына лайықтымын деген өзіңді материалды дүниеден төмен санау. Яғни өзіңнің жан дүниеңді құнсыздандыру. Понимаете? Егер де сіздерде ақшаға қатысты осындай қандай да бір дұрыс емес установкалар, қорқыныштар бар болса, онда сіздерге өздеріңіздің самооценкаларыңызбен жұмыс жасау керек.